Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен біздің бүгінгі талқылайтын дәрісіміздің тақырыбы қос сарысумен қойылатын гемагглютинациялық тежеуші реакция. Реакцияның атауына тоқталатын болсақ, қос сарысумен қойылатын гемагглютинациялық тежеуші реакция деп аталуының өзі науқастанушылықтың бастапқы кезінде және де науқастанушылықтың 7-10 күнінде науқастан 2 рет қан сарысу алынып, тежеуші гемагглютинация реакциясы қойылады. Реакцияның мақсатына келетін болсақ, реакцияның мақсаты науқастанушылықтың 7-10 күнінде науқастың қан сарысуында антиденелердің титрінің жоғарылағандығын анықтау болып табылады. Реакцияға қолданылатын құрал жабдықтарға келетін болсақ, реакция негізі полистиролды планшетке жүргізіледі, немесе пробиркаларда да жүргізуге болады. Яғни біздің жағдайымызда пробиркаларға 0,9% натрий хлор ерітіндісін құйып шығамыз 1 мл деңгейінде. Содан кейін екінші кезеңде науқастанушылықтың бастапқы кезеңінде науқастың қан сарысуын алып 1 мл бірінші пробиркадағы физиологиялық ерітіндіге араластырамыз. Бұл 1-дің 10-ға дәрежесінде сұйылту деңгейі болып табылады. Одан кейін осы бірінші пробиркадан екінші пробиркаға 1 мл жаңағы физиологиялық ерітіндімен науқастың қан сарысуын араластырылған қоспасынан 1 мл алып сұйылтамыз. Одан кейін екінші пробиркадан үшінші пробиркаға 1,40, 1,80, 1,160, 1,320 есе сұйылтып шығамыз. Науқастың қан сарысуын сұйылтып біткеннен кейін 3 бақылаулық пробирка дайындалынады. 3 бақылаулық пробирка ол біреусі сарысулық бақылау. Бұл жерде науқастың қан сарысуы, физиологиялық ерітінді және де тауықтың эритроциті қосылады. Антигендік бақылау пробиркасы бұл жерде вирустық диагностикум, физиологиялық ерітінді және де тауықтың эритроциті болады. Эритроцитарлық бақылау пробиркасында физиологиялық ерітінді және де тауықтың эритроциті қосылады. Пробиркаларға, тәжірибелік пробиркалардың барлығына бірдей мөлшерде вирустық диагностикум араластырылып шығады. Одан кейін антигендік бақылау пробиркасына вирустық диагностикум араластырылады. Барлық пробиркаларға 4 тамшы тауық эритроцитін тамызып шығады. 1% тауық эритроцитін тамызуымыз керек. Инкубацияланады, нәтижесін бақылайды. Науқастанушылықтың 7-10 күнінен кейін қан сарысуын қайтадан алады да кезең-кезеңменен реакция қайталанып қойылып шығады. Нәтижесін инкубациядан кейін бақылайды. Бастапқы 1-ші аптадағы науқастанушылықтың нәтижесіменен 2-ші аптадағы науқастанушылықтың 2-ші аптасындағы қойылған реакцияның нәтижесін салыстырмалы түрде салыстырып бақылайды. Науқастанушылықтың 1-ші аптасында 1-ші, 2-ші, 3-ші ұяшықтарда және де сарысулық бақылау, эритроцитарлық бақылау пробиркаларында түйме тәрізді тұнбаны көреміз. Яғни түйме тәрізді тұнба болу себебі 1-ші, 2-ші, 3-ші ұяшықтарда науқастың қан сарысуында түзілген антиденелер вирусты бейтараптап, нәтижесінде бейтарапталынған вирустар эритроциттерді зақымдай алмайды. Вирустар жоқ, өлген, нәтижесінде эритроциттер зақымдалмай түйме тәрізді тұнбаға түседі. Енді 1,80, 1,160, 1,320 ұяшықтарда бұл жерде бізде антиденелердің титрінің төмендегенін көріп тұрмыз. Нәтижесінде антиденелердің титрі төмендеп, эритроциттерді вирустар зақымдап, эритроциттер қолшатыр тәрізді тұнбаға түскен. Қолшатыр тәрізді тұнбаны біз антигендік бақылау пробиркасынан да көріп тұрмыз. Себебі бұл жерде қосылған компоненттер бізде физиологиялық ерітіндімен вирустық диагностикум эритроцит болатын.
яғни вирус бар жерде эритроциттер зақымданып, қолшатыр тәрізді тұнбаға түседі. Тура сол сияқты науқастанушылықтың екінші аптасын салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, екінші аптада, яғни түйме тәрізді тұнбаның 160 есе сұйытылған пробиркаға дейін түзілгендігін көреміз. Яғни бұл бізге антиденелердің титрінің 160-қа дейін өскендігін көрсетіп тұр. 320-да антидененің сұйылуына байланысты, титрінің 320-да төмендеуіне байланысты антиденелер вирусты бейтараптауға шамасы жетпейді, сондықтан вирустар эритроциттерді агглютинациялаған. Яғни, қорытындылай келетін болсақ, нәтижесінде науқастанушылықтың екінші аптасында науқастың қан сарысуындағы антиденелердің титрінің 4 есеге өскендігін көруге болады. Яғни, науқастанушылықтың 7-10 күнінде антиденелердің титрі 160-қа дейін көтерілген деп қорытынды жасауға болады. Назарларыңызға рахмет.